Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Анасын сағынған бала» әңгімесі. Сабақ барысында жүзеге асырылатын оқу мақсатымен таныстырып өтейін. Әдеби шығарманың тұжырымдамасы әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бағалау критерийлері шығарманың мазмұны мен тақырыбын меңгереді, идеясын анықтайды. Шығармадағы сөздердің мағынасын түсініп, тапсырмаларды орындай алады. Шығарма бойынша берілген күрделі сұрақты талқылай алады және пікір айта алады. Сабақты бастамас бұрын қызығушылықты ояту мақсатында тыңдалым алды тапсырмасын ұсынамын. Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы «Ару ана» әнін бейнеклиптен тыңдаңыздар. Бейнеклипті тыңдау мүмкіндігі болмаған оқушылар үшін тыңдалым мәтіні ұсынылады. Ару ана, өз балаңнан артық бала бар мана. Мәз боласың, жарай қалсам шаруаңа. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда ару ана. Ару анасың, мен ботаңмын жан ана. Сенсіз менің бақ жұлдызым жанама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып баспайгені алама. Асыл анам, сенен қуат алайын. Алдым сенен алтын таңның арайын. Сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын. Тыңдалым мәтінін тыңдап болсаңыздар, ой қозғау мақсатында төмендегі сұрақтар ұсынылады. Ана сөзімен қандай сын есімдерді тіркестіріп айтуға болады? Ана туралы тағы басқа қандай әндер, өлеңдер білесіңдер? Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Адамның бұл дүниедегі ең аяулы адамы кім деп ойлайсыңдар? Неліктен? Олай болса, бүгінгі «Анасын сағынған бала» әңгімесінің авторы Тынымбай Нұрмағамбет туралы айтып өтейін. Тынымбай Нұрмағамбетов 10 маусымда 1945 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылында дүниеге келген. Жазушы. Кітаптары: Қауын иісі, Қошбол ата, Қарлығаштың ұясы, Ата қоныс, Запах діни, Тұнық су, Там где горел очаг, Талисман, Бәйтеректер, Туған ауыл түтіні, Балалық шақтың әуендері, Таңдамалы, Айқай, Табалдырығының табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі пьесаларының Тырналар ұшып барады телефильмінің авторы. 2008 жылы жазушы баспасынан оқулықтары басылып шығарылған. Оқылым алды тапсырмасы бойынша түрткі сұрақтарына жауап беріңіз. Бала анасын неге сағынады? Автор әңгіменің тақырыбын неге бұлай атады? Әңгіменің мазмұны қандай оқиғалардан тұруы мүмкін? Оқылым тапсырмасы. Әңгіменің кіріспесін оқыңыздар, сөздік жұмысын жүргізіңіздер. Сөздік жұмысына ұсынылатын сөздер: мұң, қасірет, жетім. Оқушылар сұрақтарға жауап беріңіздер, тақырып пен идеяны анықтаңыздар. Шығарманың тақырыбы қандай? Шығарманың беретін идеясы қандай? Баланың бейнесіне сипаттама беріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, оқылымнан кейінгі тапсырма: өз аналарыңызға арнап бір шумақ өлең шығарыңыздар. Сабақ қорытындысы бойынша әңгімені неше бөлімге бөлуге болады? Бүгінгі сабақ бойынша үйге берілетін тапсырма: Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Анасын сағынған бала» әңгімесін толық оқып келіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.